Бұл домино ойында, міне қараңыз, жаңа мынадай қиынды қағаздарды мен мына оқушыға 2 сұрақ, 2 жауап жазасыз деп осылай бердім. Және ең бірінші біз мәтінді оқып алдық, мәтінді жүксу әдісі бойынша талдап оқып, енді бұлар домино ойынына осындай сұрақ құрастырып жатыр. Қазір сұрақ құрастырып болғаннан кейін, міне қараңыз, 2 сұрақ, 2 жауап жазады. Құраған сұрақтар мен жауаптарын қазір өз тобына талқылайды. Қайталанған сұрақтар болса алып тастайды. 3 топқа қойдым. Сосын ол сұрақтарды алып тастайды да, құрған сұрақтарын қайтадан тексеріп, болғаннан кейін бірінші топ, мысалға, анау отырған бірінші топ сұрақты екінші топқа береді, екінші топ үшінші топқа жібереді, үшінші топ қайтадан бірінші топқа береді. Осылай ауысып, олар доминоны құрастырады. Енді құрып болғаннан кейін, міне сұрақты бөлек, жауапты бөлек жинайды оқушылар сол топта. Сосын бұл жұмысты келесі топқа береді. Жақсы, екінші топ сіздер құрап дайындап қойдыңыз, иә? Жоқ. Кім дайын емес? Сұрақты оқиды, қалғандарды жауабы істейді. Мен болғанда 2 сұрақ, 2 жауап дедім, сол үшін көп болып тұр. Себебі топта 6 бала. 6 баладан артық топ құруға болмайды. Жауаптарын оқиды, иә? Келесі Риза оқып беріңіз. Қай жер келдіңіз? Қасқыр адамды қудырмай, иә? Себебі ұзақ шайқастан шаршайды. Сұрақ емес пе?